ilm жайында, білім жайында, ғылым жайында кішкене бір сөз қозғасақ иншалла. Өткен сабағымызда белгілі болғандай, біздің, яғни әрбір момын мұсылманның Аллах тағала сол момын мұсылманнан әрбір істеп атқан амалын тек қана өзінің разылығы үшін істеуді талап еткен Құран аяттарын және пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін оқыған болатындығымыз. Яғни біз момын мұсылмандар осы өмірдегі істеген амалдарымыздың үмітін қияметтен күтеміз. Яғни өткен аятта Аллахтың айтқаны сияқты, біз бір адамға бір жақсылық істейтін болсақ, бұл өмірде оның бір есесі келу үшін, не болмаса осы өмірде бір ол жақсылықтың бір нәтижесін көруіміз үшін емес, бәлкім бұл өмірде бір жақсылық істейтін болсақ, Аллах тағаланың құзырында оның сауабының еселеп болуын үміт етіп, Аллахтан сол үшін біз ғибадат істейміз иншалла. Момын мұсылман мен момын еместің арасындағы ең үлкен айырмашылық та осы. Момын емес адам тек қана осы өмірін ғана ойласа, момын пенде ол ертең қияметін ойлайды. Момын емес адам тек қана осы өмірмен ғана шектелетін болса, ал момын адам қияметіндегі болатын жағдайларында туырлап баруға әрекет жасайды. Момын емес адам осы өмірде бай болып қалуының арқасында өмір сүрсе, мансапты болып қалудың арқасында өмір сүрсе, сонымен қоса осы өмірде ішіп жеп, осы өмірде ғана түрлі өз нәпсі қалауларына берілуін аңсап өмір сүретін болса, момын пенде осы өмірде бай болумен қатар, осы өмірде бір мансапты болумен қатар, осы өмірде Аллахтың халал қылған, Аллахтың мубах қылған, ол үшін бір осы өмірде жаратып қойған халал нығметтерін жеу арқылы, және сонымен қоса ертең қияметтегі жәннатымды аңсайды. Ислам шариғаты ешқашан бұл әлемге келген кезде бұл өмірден бас кеш, бұл өмірден жаңағыдай мүлде қарама, бұл өмірден бір жаңағыдай безіп ешкім бармайтын жаққа кетіп қал, сөйтіп та сол жақта бір ешнәрсе жеместен сондай бір өмір сүр деп шақырмаған. Ислам үмметіне келген әрбір пайғамбар, адам атадан бастап бұл пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі келген әрбір пайғамбар осы өмірдегі әртүрлі кәсіптердің иесі болған. Адам атаның өзі мысалы диханшы болса, жаңағыдай Дауд алейхиссалам сол жаңағыдай бүкіл сол жаңағыдай бір керемет бір Құран оқуымен адамдардың арасында, және де сонымен бірге темірді балқытумен шұғылданып темірші болатын болса, Нух алейхиссалам ағаш ұстасы болып қол өнерімен айналысқан болса, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам саудагер болған болса, сол сияқты әрбір пайғамбардың осы өмірдегі істеген бір кәсіптері болады. Сол үшін де пайғамбарымыз айтады ғой, пенденің ең жақсы жейтін тағамы ол өзінің қолымен кәсібімен істеген тағамы дейді. Біздегі қазақтың қарапайым тілінде пешене терімен тапқан, яғни өзінің еңбегімен тапқан нәрсесі өзіне тәтті болады деген сияқты. Яғни Аллах тағаланың шариғаты бұл өмірден бас кешу үшін емес, бәлкім бұл өмірді пайдалан, бірақ ақыретті ойлау үшін келген шариғат екендігін осыдан біз білсек болады иншалла. Сол үшін де біз қазіргі момын мұсылманның ықыласын туырлап алғанымыздан кейін, енді момын мұсылманның не істеп, не істемеу керек екендігі жайында сөз қозғауымыз керек. Адам баласы Раббысын таныған соң, мынау әлемнің Құдайы бар екендігін білген соң, бұл жалғыз Құдай Аллах тағаланың бар екендігін, Аллахтың ұлы екендігін біліп сезінгеннен кейін, енді іздей бастайды. Мейлі, енді мен не істеуім керек деген сияқты. Адам баласы аспанға қарап, аспанның жаратылысын қарайды, жерге қарап, жердің жаратылысына қарайды, өмірге қарап, өмірдің жаратылысын қарайды, жан-жақтағы жан-жануарлардың жаратылысын қараған кезде, сосын ол ойлай бастайды. Енді барлығы бір нәрсе істеп жатыр. Жаңағыдай күн шығып жатыр, ай шығып жүр, жұлдыздар адамдарға өзінің миссияларын орындап жатыр, жан-жануарлар өзінің миссияларын орындап жатыр, бұл өмірде балықтар мен құстар өзінің миссияларын орындап жатыр. Ал мен неге жүрмін бұл әлемде? Мен бұл өмірде пайда болуымнан, осы өмірде келуімнен, осылай жүруімнен бір мақсат бар шығар деп ақылды адам ол нәрсені ойлайды. Сол кезде Аллах тағала оған «Ома холақтул жинна вал инса илля лиъбудун». Ей адам, егер де сен солай ойлайтын болсаң, мен сені мына нәрсені білгін, яғни мен адам баласы мен жындарды бұл өмірде келіп басқа жан-жануарлар сияқты құр босқа өмір сүріп өтіп кету үшін емес, бәлкім солардан өмір сүруден бөлек тағы да қосымша маған ғибадат құлшылық істеу үшін жараттым деген сұрағына жауап алады.